өкілдерінің ерлігі мен өмірін үлгі еткен осындай тағылымды шара қаланың қорғаныс басқармасы аясында жиі ұйымдастырылып отырады. Басқарма басшылығы қаламыздағы жасы 17-ге толған жасөспірімдерді алғашқы есепке алынған жайлы куәлік тапсыру шарасын салтанатты жағдайда атап өтуді мақсат етті. Біз мақсатымыз Қазақстан заң бойынша, жаңағы 16-шы бап бойынша, жаңағы жас өспірімші оқушыларды 17-ге толатын осы биыл балаларды әскери есепке алу мақсатымен осы шараны өткізіп жатырмыз. Біздің министрдің бұйрық бойынша, 96-шы бұйрық бойынша, біз қазір жұмысты бастадық 10-шы жаңағы қаңтардан бастап. Жаңағы балаларды, жаңағы көктемде баратын балаларды шақырып, бізге осы жерден медицина сараптама, жаңағы өзінің тұрып атқан орнынан, жаңағы отзыв көршілерден, жаңағы оқу орнынан, жұмыс орнынан соны алып, қазір тексеріп жатырмыз. Дайындық солай өткізіп жатыр. Жаңағы сотталмады ма, сотқа тартылды ма, сондай жаңағы нелерді, мәмілеттерді алып, сол балалармен жаңағы сондай жұмыс өткізіп жатырмыз көктемге дайындық. Қазақстан Республикасына қызмет етеді. Әр ер азаматтың отан алдында қызмет ету оның азаматтық борышы саналады. Міне 17 жасқа толған мына жасөспірім азаматтарға сондай абыройлы міндеттер жүктеледі. Соны айғақтайтын қолдарына куәліктері табыс етіліп отыр. Бұл осы жастардың өмірлерінде есте қалатындай айтулы оқиға болатын сөзсіз. Сондықтан басқарма басшылары кештің қонағы ретінде қаламыздың соғыс ардагерлерін шақырған. Қорғаныс басқармасының есебіне алынған жайлы құжаттарын ардагерлер қолынан алулары жастар үшін де маңызды екені сөзсіз. Қазақстан Республикасы қызметте. Соғыс ардагері Василий Зайцев биыл 97 жасқа толады. Сонау 40-шы жылдардың қырғын бастан өткеріп, отан үшін от кешкен ақсақал жастарға отанына адал қызмет етуге шақырды. Өзінің көп жасауының сыры жайында сыр шертті. Болашақ еліміздің қорғаушылары, өз азаматтық борыштарыңызды адал атқарыңдар. Еліміздің тыныштығы осыған байланысты. Ал денсаулықты сақтап, ұзақ өмір сүрудің өзіндік құпиясы бар. Ол үшін дұрыс тамақтанып, салауатты өмір салтын сақтау керек. Менің 97 жасқа келуімнің сыры неде дейсіңдер? Оған негізгі 3 нәрсе себеп: мейірімділік, махаббат пен еңбек. Міне осы үшеуін сақтаңыздар. Отан соғысы, ауған соғысының ардагерлері жастарға аға ұрпақтың ерлік істерін жалғастыруды, отан үшін сүюді тапсырды. Қай әскери бөлімде өз азаматтық міндеттерінде атқарсаңдар да қаламыздың абыройын сақтауды тапсырды. Мен соғыс ардагерлерін жеңістің 70 жылдығы мерейтойымен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Сіздердің өмірлеріңіз біздің өсер ұрпағымызға үлгі өнеге. Сіздер жастарға отанына адал қызмет етуді өнеге көрсеттіңіздер. Ал осы залға жиналған жасөспірімдерге қолдарыңа алғашқы әскери құжаттарыңды алуларымен құттықтаймын. Куәлікті қолға алып оқып, отан алдында қалай қызмет ету қажеттігін, қандай жауапкершілік жүктелетінін оқып біліңдер. Өздерінің азаматтық борыштарыңды өтегенде қай әскери бөлімде жүрсеңдер де қаламыздың, біздің қорғаныс басқармасының үмітін ақтаңдар. Сондай-ақ тағылымды шараға соғыс ардагері Исаев Яков, ауған соғысының ардагері Виктор Полин қатысты. Әскери жоғарғы оқу орнында оқып жүрген теміртаулық жас Темірлан Кайипов те ардагерлерге тағзым етіп, жасөспірімдерге отан алдындағы борыштан адал атқаруға шақырды. Кездесу барысында қаланың қорғаныс басқармасы басшылығы соғыс ардагерлеріне құрмет көрсетіп, мерейтой құрметіне өз сый-сияпаттарында жасады. Разрешите от лица нашего общества, от военкомата, начальника и личного состава поздравить вас с праздником, наступающей Великой Победы, и вручить вам небольшой презент. Вот грамоту, небольшой презент и вот цветы вам. Спасибо. Будьте здоровы, долгих лет жизни вам.